Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қызыл ірімшіктің жасалу тәсілімен бөлісемін. Ол үшін алдымен сүтті пісіреміз. Осылай көтеріліп пісіп келе жатқан кезде айранды қосып ірітеміз. Менде қолдың айраны шамамен 1-1,5 литрдей айранды қосып іріттім. Және де іріген кезде осылай бізде сарысу бөлінуі керек. Және де қыздар міндетті түрде қолдың айраны болу керек. Егер де дүкеннен айраны алып ірітемін десеңіздер, дұрыс ірімей қалуы мүмкін. Әбден осылай сары түске еніп бөлінген соң сары суын азайтып аламын. Шамамен 2 литрдей алдым, себебі көп уақытты алады. Және қалған сары суды ірімшік қызарып, сары суы тартылғанша қайнатамыз. Және арасында араластырып тұру керек. Міне көргендеріңіздей ірімшік қызарып, сары суы азайып, қайнап жатыр. Қызыл ірімшік дайын. Қазанның түбінде 1 кеседей ғана сары су қалады. Және бұл ірімшікті сөреге кептіріп, қысқы уақытқа сақтап жесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.